Иә достар, бүгін біз қайтадан Майнкрафт ойнайтын болдық. В общем, сіздерге ұнап қалыпты. Неге жалғастырмасқа? Мен какой-то бір ботаникке ұқсайтын сияқтымын бұл очкимен де. Так, шашпайыншы. Неге шын айтсам, мен очкимен жақсы көремін. Вау, мына кубиктер енді жақсырақ көрініп тұр. Көзіміз енді бұзылып жатыр достар, өйткені постоянно Майнкрафт университесін дейсінде ойнайтым. Вообще достар, қазіргі жастар көп компьютерге отырады, соның көзінен айырылып жатыр. Енді сіздерге айтамын достар, компьютерге отырмын, етіп кеттім құрсын шалқысап. В общем, кеттік Майнкрафт ойнайық. Достар, бүгін мен сіздерге өте қызықты идея бар менде. Бүгін достар біз дейтін қарапайым Майнкрафт ойнайтын боламыз. Яғни мен баяғы картамда естерінде бар ма достар? Қарапайым Майнкрафт деген естеріңізде бар ма? Ешкім есінде жоқ. В общем, достар, менде баяғыда бір карта болды, в общем, қарапайым Майнкрафт дейтін. Мен ішінде өте керемет бір қала салған болатынмын. Выживаниедан достар, выживаниедан. Ешқандай ол версияда. Короче, мен ол версияны қазір 1.15.2-ге айналдырдым, яғни соңғы версияға. В общем, бұл мирда мен дейтін баяғыда выживаниедан неге бүйте берем, қайта. В общем, короче, мен дейтін целый қала салған болатынмын. Выживать. Жақсы, короче, кеттік, короче, ойнайық, как көресіздер. Біреулердің естерінде бар шығар. Егерде қайдан шықты бұл қала, қалай шыққан көргілерің келсе, мен Нұрлан Қаламов дейтін основной каналыма кіріңдер. Кезінде мен Майнкрафт түсірдім сол каналда. В общем, сол летсплейда мен қала салдым выживаниедан. Міне, в общем, короче, міне достар, осы қала. Вау, ностальгия достар, ностальгия. Сіздерде ностальгия болып жатқан шығар деген ойдамын. Енді мен олдфак подписчиктерімде ностальгия болып жатқан шығар. Міне, осы қаланы мен достар выживаниеда салған болатынмын. Достар, менде басқа скин тұрған сияқты да? Ай, мол дейтін, менің скинім бес қой, бұл дейтін жаңа версия. Жақсы, өз скинім сосын қоярмын, жақсы, ол маңызды емес. Короче, достар, міне менде осындай қала салған болатынмын выживаниедан. Так, тұташ, мұнда, так, мирный тұр ма? Бәсе, бана кішкен соң мен кірдім, уже кіріп құттай ойнадым. Сол кезде, короче, там зомбилар толып атты. Мен мирныйға қойып қойдым. Вообще негізінде мен ешқашан даже мирныйға да қойған жоқпын, шын айтсам. Мен ана летсплей түсіріп жүрген кезде мен ешқашан мирныйға қойып көрмеппін. Зомби шыға ма, крипер шыға ма, давай жарсын мен үйімді, пофиг маған. Самое главное, честный болу керек. Сол үшін мен ешқашан ондайлармен қолданбаймын. Мына қараңыздар достар, золотой алтын зомбиге атыр. В общем, давайте құттай одан кетіп қалайық. Достар, неге мен бұл картаны қайтадан кіріп ойнап жатырмын? Біріншіден достар, сіздерге Майнкрафт ұнап қалыпты. Сіздер көптеген просмотр жинадыңыздар, көптеген лайк жинапсыздар. Және мен көптеген ескі подписчиктерім жазып жатыр маған, типа, Нұрлан, сен Майнкрафтқа оралған, онда керемет болды. Кезінде сен летсплейларын қарайтын болдық, кезінде сен летсплейіңді қарап өстім, бірдене. Ойнайтам, ондай жазбаған шығар енді. Сондай сияқты бірдеңелер жазды, в общем. Енді достар, мен ойлап тұрмын, енді сіздерге соншама қатты ұнаса менің Майнкрафт түсіргенім, неге осы қарапайым Майнкрафт сіздерге қайтадан көрсетпеске деп ойладым да, міне қостым. Давайте біз дейтін енді жайлап, енді бұл летсплейдің енді ешқандай мақсаты жоқ. Енді бұл видеода мен сіздерге просто так қайтадан көрсеткім келіп тұр қарапайым Майнкрафтты, егерде ұмытып қалғандарым болып жатса. В общем, міне баяғы баскетбол алаңы, ар жағы полиция, ана жақта отель, мост. Достар, осы айтпақшы, көпшілігі осы картаны жаза алмай жүр, білмеймін не екені. Типа айтады, Нұрлан жазылмайды ғой деп. Давай мен бүйтем достар, осы видеоның астына мен ссылка қалдырып кетем осы картаға. Егер сіздер әлі жаза алмай жүрген болсаңыздар, білмеймін, мен осы 1.5.12 версиясы мен салып қоям. Егер сіздер ойнағыларың келсе, осы картада менің осы қарапайым Майнкрафт мирімде ойнағыларың келсе, мен ссылкасын описаниеда қойып қоям, сіздер өздеріңіз кіріп ойнай аласыздар. Так, мен артынан қырғын зомбилар, қырғын пауықтар қуып келатыр. Енді давайте құттай мына жаққа кетіп қалайық. Мында кішкене суровый достар, мир көріп тұрсыздар ғой достар, мобтар жан-жақта толып жатыр. Өйткені қазір түн. Сол үшін ұйықтап алу керек сияқты достар, сіздерге бұның бәрін көрсету үшін бірінші ұйықтап алу керек сияқты. Давайте онда ұйықтап алайық. Так, және де достар, мына карта дейтін шын айтсам да дұрыс емес жасалған. Қараңдаршы, мына жерде менің фермам құттай бұзылып қалған. Мына бұзылысты деп қой. Короче, мынаны мен емес жасаған, шын айтсам. Бір кездер мен дейтін компьютерді өзінің ініме берген болатынмын. Сол ініме берген кезде мен осы картаны қосып бердім. Жақсы идея емес, негізі шын айтсам. В общем, сол ойнаған кезде осы кішкене мына жерлерін бәрін бұзып тастаған. Ініме рахмет енді. Өте керемет ойнайды екен, ана жақта крышасын сындырып кеткен ба. В общем, кәдімгідей қауіп жасаған. Енді рахмет, енді бәрін жарып жібермегеніне рахмет, TNT-мен. Соған рахмет. В общем, бұл карта достар, шын айтайын да,
вот қазір подписчиктердің көбісі осы картаны ойнап жатыр екен, біреулер әлі ойнайды екен осы картада, өздеріне там тағы да жанына бір үй салады дейді. Достар, сіздер өздеріңіз білесіздер. Давай, достар, бүйтейік, менде идея бар. Давайте бүйтейік. Сіздер мына картаны скачать аласыздар, өздеріңіздің Майнкрафтына ойнайсыздар, бір керемет бірдеңелер саласыздар іштеріне, бірдеңе саласыздар ма, өздеріңіз қалайсыздар ғой. Бірақ достар, выживайдан салыңдар бәрін, творческий тек қана ол слишком халтура, достар. Сол үшін выживаниемен салыңыздар, өзгертіңіздер ішіне бірдеңені, сосын маған жіберіңіздер оны ВКонтактеге. Или ВКонтактеге. В общем, маған жіберіңіздер соны, ВК-ма жіберіңіздер. Мен сол картаны скачать аламын. Сосын сіздердің картыңызға, менің картам, сіздердің картыңызда, сосын короче, сіздер өзгертесіздер менің картамда, сосын мен соны видеоға түсіріп сіздерге көрсетемін. Сосын мен айтам, жақсы ма, жаман ба деген сияқты. Жақсы идея сияқты, достар, да, или жаман идея ма. В общем, көреміз, достар, енді сіздердің реакцияларыңызға байланысты енді ол, сіздер өзгертесіздер, сіздер өзгертпейсіздер ме. Если что, достар, маған ВКонтакте жазыңдар. Бірақ андайда жазбай қойыңыздар, достар, типа, привет, салем, анау. Сразу жазыңдар, нақты жазыңдар. Нұрлан, мен сен картаңа өзгерістер енгіздім, міне сілтемеде. Бірақ осы маған сол дұрыстап сөйтіп жазыңыздар. Сол кезде ғана мен тексерем, қарайым, сосын жақсы өзгерістер болатса, күштетіп қойсаңыздар мен картамды, одан сайын әдемі қылдырсаңдар, онда сіздерге респект, және сіздердің бәлкім каналдарыңызды айтып жіберетін болармын. Енді көремін, короче, ол жағын әлі мен қазір ғана соны ойластырдым. Шын айтсам, мен осы видео түсірместен бұрын ол туралы ше ойлаған да жоқпын, шын айтсам. Мен просто картамның обзорын түсіретін бұрын ойладым. В общем, міне баяғыша сол баяғы ештеңе өзгерістер жоқ. Біз баяғыда шейдермен ойнап жүрдік кезінде. Қазір енді шейдер жоқ енді. Оған қатты маңызды емес шығар деп ойлаймын. Давайте ұйықтап алайық бірінші. Қалай Майнкрафт түсірген қандай керемет екен. Еще бұл дейтін просто Майнкрафт емес қой, бұл дейтін біздің история ғой, кәдімгі достар, біздің история ғой. Баяғыдан жатқан историямыз ғой енді. Так, төменге түсек. Так, мына жаққа жүгірдік. Енді сіздерге обзор жасап кетейін. Көрмеген адамдарға. Крипер, мынау жүр әлі. Так, әлі жүр налар, өлтірмеген бір. Негізі шын айтсам, карта өте керемет, негізі маған ұнайды. Прям жақсы салғанмын. Мына корабльді қараңыздар, кемені кішкентай. Мына жерде осындай не бар. Давайте корабльге мініп көрейік. Опа. Налар қоймайды ғой. Так. Кеменің қасында тағы да кішкентай кеме бар. Логикасы өте керемет. Так, мұнда не бар екен? Вау, мұнда тауықтар бар екен какой-то. Давайте бүйтейік, дальность пресса құқты азайтып бүйтейікші. Так, поле зрения бүйтейікші. Так, құттай. Міне енді бәрі көрініп тұр, жақсы. Так, кеттік. Все, так, міне жақта полиция ұйымы бар. Так, опа. Мұнда сундуктар бар, сәйкес заттармен. Мен ойымша, достар, мына картада ойнайтындар бар сияқты. Достар, егер де сіздер ойнайтын болсаңыздар, осы картаны ойнаған болсаңыздар бір кездері, жазып кетіңдер комментарийға, қалай сіздерге ұнады ма бұл карта, жаман ба? Білем, достар, бұл картада барлығы күш салынбаған, енді кейбір зданиялар тез салып тастағандарым болды, өтірік салып тастағандарым болды, енді мен айта алмаймын енді. Мен енді өзімді андай керім Майнкрафттың андай профиімін деп айтпай қойайын, мен ондай ешқашан ондай болған жоқпын. Мен обычный Майнкрафттың ойыншысымын. Менде ондай керемет ондай нелер жоқ, ондай ойлар жоқ. Ондай болады ғой Майнкрафттерлер, андай задроттар, дерзкеп салады ғой. Менде ондай жоқ. Мен дейтін обычный ойнаймын, ешқандай айырмашылығым жоқ сіздерден. Сіздер сияқты ойнаймын Майнкрафтты. Так. Просто осылай қала салып тастадым. Негізінде шын айтсам, жалғастыруға болады. Ағаш мына жерде терезесі сынып отыр. Япты. Достар, сіздер даже жөндей аласыздар, осы картаны жазып, кейбір сынып қалған жерлерін жөндеп, одан сайын күшті қылдыра аласыздар. Давайте мектепке кіріп көрейік. Айтпақшы, достар, бүгін 25 май. Егер сіздер мектептен енді құттықтаймын сіздерді. Егер де мектепте тұрып жатқандарың болса, сіздерді құттықтаймын. Так, кабинет 1 дейді, міне. Жақсы. Мектеп, міне, осындай мектеп салдық кезінде біз. Карта өте керемет, маған ұнайды. Шын айтайын, достар, бұл менің Майнкрафттағы ең жақсы салған заттарымның бірі деп айтсам болады. Мен ешқашан выживаниемен қала салып көрмеппін. Мен осының алдында менде қала болды негізінде. Бірақ ол творческий мирдан да салынған қала болды. Выживаниедан мен ешқашан қала салып көрген жоқпын. Сол үшін бұл летсплей қарапайым Майнкрафт шынымен де өте керемет болды. Әрине мен оны жалғастырмай қалдым соңында, өйткені желанием кетіп қалды. Қазір енді жалғастыру ғой осыны, бірақ мен ойымша уже оны ондай көп адам қарамайтын сияқты. Сол үшін мен
ары қарай түсіргім келіп тұрған жоқ. Бірақ достар, білесіздер ғой, менде арнада жаңа летсплей басталды. Кеше мен бастадым ғой, білесіздер ғой, мен сәлем Майнкрафт деп қойдым ғой бір видеоның атын. Сол үшін жаңа летсплей болады. Сол летсплейді мен жалғастыратын боламын. Ал бұл видеоны мен просто фанаттарға түсіріп жатырмын, кейбір адамдарға ностальгия алғысы келетін фанаттарға түсіріп жатырмын. Солай, в общем, міне осындай карта достар. Енді қызықты болған шығар деген ойдамын сіздерге. Көрсететін особо ештеңе жоқ мұнда. Мұнда қараңыздар, жаңа версия болғасын, мұнда балықтар пайда болды. В общем, достар, егер де бұл картада ойнағыларың келсе, айттым ғой, ссылкасы төменде болады. Мен барынша салып қоюға тырысамын. Тағы да осы версиямен салам енді 1.15.2 мен. Мұнда енді жаңа версия болғасын, бір өздеріңіз бір өзгерістерді енгізсеңдер болады. Мен бұл картаны салған кезде версия айтайын баяғы версия болды. Ол қай версия болды білмеймін, есімде жоқ. В общем, ол ескі версия болды, жаман ескі версия болды. Қазір енді бір шаман жаңа өзгерістер көп болды Майнкрафтта. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша өзгертулеріңізге болады. Вау, қызық негізі айтсам. Өте қызық. Так. Карта осындай керемет. Наш мына жер бәрі сынып қалған, бәрі сындырып тастаған, бәрі қалай сындырған білмеймін. Әрбір жерден бір неден сындырған ба білмеймін, ал істеген қалай сындырған мен мирімді. Өздеріңіз достар дұрыстай аласыздар, бәрін дұрыстап кетіңіздер, егер де желанияларым болса. Вообще негізі мен сіздерге егер де бәрі желанияларым болса жасайсыздар ғой, мен ешкімді заставлять отқан жоқпын. Так, но офисте какой-то банкта, но банк болу керек негізінде. Так, мұнда тауықтарым жүр, мен толып бәрін қайтып қалыпты. В общем, достар, осы жерден енді осындай нотада мен аяқтаймын бұл видеоны. Бұл видеоның мақсаты сонда не болды, мен өзім де түсінбедім. Сіздерге просто көрсету болды осы картаны, және де банағы жаңа конкурс туралы айту болды. Конкурс емес енді жаңа сайыс деп атайын ба. В общем, сіздер бұл картаны жазасыздар, ойнайсыздар, ішіне бір өзгерістер енгізесіздер, маған жібересіздер, мен оны жазып алам, картаны салам. Сосын сіздердің өзгерістеріңізге реакция түсіретін болам, ойнап. В общем, сіздермен бірге болған Нұрлан қалам. Лайктарыңызды басыңыздар. Давайте бұл видеоға 1000 лайк жинап алайық. Егер де бұл видеода 1000 лайк болса, және білмеймін, бір 5000 просмотр болса, хотя бы либо там 4000 просмотр болса, онда біз әрине жалғастырамыз Майнкрафтты. Менде өте қызықты тағы да идеялар бар. Жазыңыздар комментарийға өз идеяларыңызды, қандай идеялар қазір актуальны. Мен Майнкрафт қарамай жүргенім өте көп болды. Сол үшін мен білмеймін қазір Майнкрафтерларға не қызық екенін. Ал енді кездескенше достар, сіздермен бірге болған тағы да айтпайын Нұрлан Қаламов. Инстаграмға тіркеліңіздер, пабликке тіркеліңіздер. Сау болыңыздар.